Ассалаумағалейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметтей қамыр асып жасайтын боламыз. Өзбек халқының тағамы, жасап көріңіздер. Күнде үйдегілеріңізді әртүрлі аспен қуантуға тырысыңыздар. Електен ұнымызды өткізіп, бір жұмыртқамызды салып, жылы суға қамырымызды илейтін боламыз. Тұз қосып, қамырды илеген кезде суды бірден құйып жібермей, осылай шетінен құйып, біріктіріп қамыр илесеңіздер, қамырларыңыз осылай әдемі болып иленіп және жыртылып кетпейді, жабысып қалмайды, езіліп кетпейді. Енді осыны кішкене 15-20 минутқа демалдырып қоямыз қамырды. Кез келген фарш бола береді. Менде сиыр етінен. Мен сіздерге бәрін бірдей көрсетпей, мына пиязды қалай міне осылай ұзыншалап турайсыздар да осылай ұсақтап турап жібересіздер. Және 40 қабат қостым. Мен неге 40 қабатпен пиязды көп қосам? Себебі бұл тамақ қамырға оралады да, сол үшін сухой болып қалмау керек, андай іші құрғақ болып қалса, онда ол дәмсіз болып қалады. Күрішіміз піспей қалуы мүмкін. Сол себепті мейлінше көбірек қоса беріңіздер, сондай сочный болып шығады ғой. Енді жаңа фаршымызға міне туралған пиязымызды, капустамызды салдым, күріш салдым. Кейде күрішті пісіріп қосады. Пісірмей қоссаңыздар да болады, себебі ол піседі. Сосын міндетті түрде фарштың ішіне кішкене су құясыздар, 50 миллиграммдай. Және де дәмдеуіштерімізді қосамыз. Қалауыңызша мен қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз қостым. Қамырымыз демалды, бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Енді осыны міне жаюды бастап кеттім. Өте жұқа қылып жайыңыздар, себебі бұл қамыр қалың болып кетсе, ол тамақ андай дәмсіз болып қалуы мүмкін да. Сондықтан мейлінше жұқалап жаюға тырысыңыздар. Енді қалауыңызша бөліктерге бөліп аласыздар, бірнеше міне. Осылай. Кәдімгі мантыны қалай жасаймыз? Тура сол сияқты, бірақ кішкене ішіне күріш қосамыз. Оралу жолы басқаша. Міне. Астын майлап жіберіңіздер, себебі біз фаршқа май қоспадық қой, сол себепті майлай беріңіздер. Осылай ұзыншалап, әдемілеп ораңыздар. Сонда керемет болып шығады. Міне, мен сіздерге көрсетіп алдым. Бәрін орадым, салмасын салдым. Енді астын майлап, осыны қазір орналастырамыз. Бетіне, ішіне май жақтым, себебі біз фаршқа май қоспаған едік. Сол себепті молынан қоса беріңіздер, осылай майлап. Әдемі болып шығады. Міне 35-40 минуттың ішінде пісіп шығады. Керемет болып шығады. Кез келген соуспен жей беріңіздер. Жаңағындай қаймақпен де болады. Өздеріңізге қандай соус ұнайды, сонымен жеп көрсеңіздер болады. Керемет болып шығады ғой. Міне жанына салат та жасап қоюға болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.